Сәлем достар, біз алдыңғы сабақтарда 10-шы сабақтың 16 и 17 сөздерін аяқтатқанбыз. Енді сол 16-17 сөзді кірістірілген Қытай тілін 10-шы сабақтың диалогы. Диалог, мысалы, қалай сөздерді ортасына кірістіріп, қалай сөйлем құраймыз. Біз алдыңғы сабақта 10-шы сабақтың сөздері есімізге бір тағы түсіріп шығайық. Бәнгоңшы, офис, кеңсе. Бәнгоң жұмыс жасау, чүйен қызметкер, жау, іздеу, шақыру, цай осында, жия, семья, отбасы, ны сөйлем соңында келетін түрлендіруші. Чу, тұру, қоныстану, лоу, осы лоу деген сөз қалып қалған ғой дейм алдыңғы сабақта, естеріңізде бар ма? Лоу деген ғимарат, этаж ғимарат, бұл сөзді қазір мен арасында бір жазып кетем. Лоу ғимарат деген мағынаны білдіреді. Лоу, мін, есік, фаңжен, бөлме, кабинет. Хау, номер, жидау, білу, денхуа, телефон, ден, электр, хуа дегеніміз сөз, хаума, номер, бұл телефон нөмірдерге қолданады. Линг, 0 деген цифр, шоучи, сотовый телефон, шоу дегеніміз қол. Енді 10-шы сабақтың диалогын екіге бөлемін. Біріншісі, Чинвен, чышы, бангоңшы ма? Чинвен деген сөз есімізде бар ма? 4-5 сабақтарды өттік қой дейм, өтінем, кешіріңіз, сұрайыншы. Сондай мағынаны білдіреді, өтініш мағынасында. Чинвен, чышы, бангоңшы ма? Кешіріңіз, немесе сұрайыншы. Чышы, бұл бангоңшы ма? Офис или кабинет бе? Кешіріңіз, бұл кабинет бе? Ши, ни жау шей. Ши, ни жау шей. Сен іздейсің кімді? Сонда сен кімді іздейсің? Ваң лауши цай ма? Ваң лауши цай ма? 我是他的学生。我是他的学生。王老师在吗? Ваң мұғалім бар ма? Цай дегеніміз осында, бар деген мағынаны білдіреді дейміз. 我是他的学生。кім? 我 кімнің? Тады несі? Оқушысы. Мен оның оқушысымын. 我是他的学生。他不在，他在家呢。他不在。在дегеніміз бар, бұ қосылғанда бұ жоқ.他不在，他在家呢. Ол қайда? Үйінде. 他不在, ол жоқ. 他在, ол үйінде. Ол үйінде. 他住哪儿? Тақырыбы. 他住哪儿? Ол тұрады қайда? Ол қайда тұрады? 他住18路一门，房间号是601。他住18路一门，房间号是601。Ол тұрады 18-ші ғимарат, бірінші есік. Бірінші қында дом нөмірі де, мұна жердегі имен дегеніміз подъезд нөмірі. Фаңден хаушы 601. Есік нөмірі қанша? Бөлме нөмірі 601. 601. Тажу 18路имен, ол тұрады 18-ші ғимарат, бірінші есік. Фаңден хаушы 601. Бөлме нөмірі қанша? 601. 601. Қытай тілінде нөмірлерді міндетті түрде бірден жеке айтамыз. Лю бай лин яу деп айтпаймыз. Қалай айтамыз? Лю лин яу жеке айтылады. Чинвен, 这是办公室吗? 请问这是办公室吗? Кешіріңіз, бұл офис па немесе кеңсе ме? 是你招谁? 是你招谁? Немесе да. Сіз кімді іздейсіз? 王老师在吗? 我是他的学生。王老师在吗? 我是他的学生。王мұғалім бар ма?
мен оның оқушысымын. 他不在，他在家呢。他不在，他在家呢。ол жоқ, ол үйінде. 他住哪儿? 他住哪儿? ол қайда тұрады? 他住18路一门, 房间号是601. 他住18路一门, 房间号是601. ол тұрады 18-ші ғимарат, бірінші есік. Комната бөлме нөмірі 601. Міне бұл 10-ші сабақтың диалогы. Бастапқы қазір ары жағында жалғасты диалогы болады. Жеке сөздерді бір рет толық оқып шыққан кісі үшін мына жердегі диалог қиын болмайды. Енді мен жердегі low деген сөзді алдыңғы сабақта, өткен сабақта ұмытып кеткен сияқтымын. Енді ондай болады. Біріншіден кешірім сұраймын, екіншіден сіздерден түсіністік болар деп ойлаймын. Low деген сөзіміз ғимарат деген мағынаны білдіреді екен. Low. Алды ағаш, үлкенірек жазамыз. Қасында кішірек қып күрішті жазамыз. Астында әйел деген сөз. Low, ғимарат. Кәдімгі даладағы үлкен ғимараттарды біз low деп айтамыз. Алдыңғы сабақтардан қалып қалған жаңа бір сөз. Мына жерде нетілген кезде қалып қойыпты. Бұл low, ғимарат. Бұл 10-ші сабақтың бірінші диалогы. Келесі сағатта 10-ші сабақтың жалғасқы диалогы болады. Өйткені мен жерде тақырыпты өшірмеймін. YouTube-тан сіздер өз ретімен көре аласыздар. Рахмет сіздерге. Сәттілік тілеймін.